Мемлекеттің тұрақты дамуының негізгі бәсекеге қабілетті жастар буыны. Ал бұл тікелей жас қазақстандықтардың білім мен білік сапасына, олардың ұмтылысы мен ынтасына байланысты. Сондықтан да мемлекеттік саясаттың негізгі бағытының бірі жастар секторы. Жастар секторына Қазақстанда келесі жылдан бастап айрықша назар аударылады. Сегодня прошел круглый стол по разъяснению послания президента Республики Казахстан среди молодежи. Бүгін елбасының жолдауына байланысты жастардың арасында дөңгелек үстел өтті. Жастар таңдап алынған себебі бәріне мәлім, елбасы жолдауында 2019 жыл жастар жылы болып қабылданады. Демек біздің жыл. Жастар кез келген қоғамның болашағы мен қозғаушы күші. Бұл оймен дауласудың өзі артық. Еріктілер де, қоғамға қызмет көрсетушілер де осы жастар. Сол себепті елбасының осы жылғы жолдауы бізге артылған үлкен міндет деп білемін. Біз бұл үмітті ақтаймыз деген ойдамын. Жиынға үкіметтік емес ұйым басшылары қатысып, студенттер және оқушылармен бірге маңызды бірнеше тақырыптар талқыға салынды. Дөңгелек үстелдің басты мақсаты елбасы жолдауындағы жастарға артылған міндеттердің маңыздылығын түсіндіру. Сегодня обсуждается все послание полностью. Бүгінгі дөңгелек үстелде елбасының осы жылғы жолдауында айтылған барлық тақырып қарастырылуда. Білім саласынан бастап жастарға дейінгі тақырыптың барлығы қозғалды. Жастарға барлық тақырып қызықты, сол себепті олар бүгінгі жиында жастар барынша белсенді қатысып, өз ойымен бөлісуде. Қазақстанның болашағы жастар еншісінде екенін ескерсек, сол жастардың сапалы білім алып, тәрбиелі, парасатты азамат болып қалыптасуына қоғамның да ықпалы зор екені анық. Теміртау политехникалық колледжінің студенті Антон Залевскийдің айтуынша, жиын барысында ол өзіне қажет көптеген маңызды ақпараттар алды. Я оказался на круглом столе благодаря волонтерскому центру «Шаңырақ». Мен Теміртау қаласындағы Шаңырақ еріктілер тобының мүшесімін және Теміртау политехникалық колледжінің студентімін. Бүгінгі дөңгелек үстелге қатысуымның себебі де осында. Елбасының осы жылғы жолдауында басты назар жастарға бағытталғанын байқаймыз. Келер жыл жастар жылы, демек біздің жыл. Бізге жүктелген міндет те салмақты. Сол себепті біз барынша белсенділік танытып, қоғамның гүлденуіне атсалысуымыз керек. Сондай-ақ президент өз жолдауында жастарды қолдау мемлекеттік саясат екендігін қадап айтты. Сондықтан келер жылы ауқымды шаралар өтеді деп жоспарлануда. Әр саланың жас маманы түрлі мәселелерді бірлесіп талқылап, оның шешілуіне мұрындық болады. Өйткені қазіргі таңда оларды толғантқан мәселе көп.